Мал базар YouTube каналының тұрақты көрермендері, қалдарыңыз жақсы ма? Біраз адамдар жазып жатыр. Бір-екі жұма болды что-то мал базарын түсірмей кеттіңіз ғой. Видео салмай жатсыз деп. Иә, түсірілмей жатыр. Енді біздің аймақтағы ауа райына байланысты. Міне бүгін базарға бару керек болатынбыз. Гараждан шыға алмадық. Мынау бір жұма тоқтамай толастап біздің өңірдегі жауып тұрған қарға байланысты есік алдында жүрер жер жоқ, қар лақтыратын жер жоқ, сыймай жатыр. Ауыл арасындағы қатынасты қиындау болып кетті. Біраз кісілер енді мал базарға да шығара алмай жатыр. Үйде қарларын төбесін күреп үлгермей жатыр. Былайша айтқанда енді Құдай сақтасын, қиын болып жатыр. Жолда кісілер қап жатыр. Ауыл арасында боран. Машина қатынай алмай жатыр. Малын сатам деген халық базарға да кейбір ауылдан жете алмай жатыр. Сондықтан түсірілімді тоқтатып отырмыз. Бір сөзбен айтқанда міне есік алдынан қарды күреп үлгермей жатырмыз. Неше күн болды жауып тұрғанына. Есік алдында міне жүрер жері жоқ болып жатыр. Сондықтан түсірілім кешігіп жатыр. Алла қаласа сабырлық қылайық. Кеше таңертең ауданға барып мал базар түсіреміз дегенбіз. Оған қайда міне жолды қайта түнімен қар жауып көшеге шыға алмай қалдық. Ойлап отырған ісіміз іске аспай қалды. Сондықтан түсірілімдер кешігіп жатыр, түсіністікпен қараңыздар. Қазір шыққанмен деді центральный көшеде бірақ із аласа машиналар жүре алмайды. Әлде канал тоқтап қалған жоқ, ойлап қалмаңыздар. Осындай ауа райына байланысты базарға ешқайда бара алмай жатырмыз. Халыққа қиын болды мынау. Сабыр етіңіздер. Әр нәрсенің бір жақсылығы бар дейді ғой. Амандықта болайық. Бұдан да өтеріміз. Бәрі жақсы болсын. Биылғы келген жаңа жылдарыңыз жайлы болсын халыққа. Сабырлық. Ауа райында 2-3 күннен кейін ашылады деп тұр ғой. Бәрі орнына келер. Амандықта жолыққанша каналға тіркеліп қойыңыздар, қарап отырыңыздар.